Сәлеметсіз бе құрметті көрермені, каналымызға қош келдіңіз. 70% өтініш кері қайтарылды. Видеоролик турсында толығырақ мәліметке ие болдық. Аласаңыз, видео төмендегі бір ғана лайк және де подписка түймелерін баса кетуді ұмытпаң. Ал онда біз бастадық. Банкрот деп тануға сұранған қазақстандықтардың 70% өтініші кері қайтарылды. Қазақпарат қаржы вице-министрі Ержан Біржанов соттан тыс банкрот рәсімі кезінде тіркелген адамдардың 70% өтініші не себепті кері қайтарылған айтты деп хабарлайды Қазақпарат тілшісі. Қазіргі кезде 39 мыңнан астам өтініш келіп түсті. Оның 36 мыңы кері қайтарылды. 6 мың өтініш қабылданып үлгердік. Жарты жылдың ішінде олар банкрот деп танылуы мүмкін. Кейбір өтініштер әлі де қаратылып жатыр. Өйткені өтініш 15 күн жұмыс ішінде қаралады, деді Еркін Біржанов. Сенатта тілшілермен сұралған жауап беріп отыр. Оның айтуынша, өтініштерді кері қайтарудың негізгі себебі соттан тыс банкрот рәсіміне қатысты болып тұр. Атап айтқанда, өтініш берген адамдардың қаржы шетті сомасы 1600 АЕК-ден асып отыр. Тағы бір есе мәселе. Кейбір өтініш берушілердің жартылай банкротты өткісі келеді. Яғни, ипотека бойынша кредитін төлеп жатқаны анықталды. Көп жағдайда өтініш берген адамдардың меншігінде мүлік, автокөлік, жер учаскелері бар екені белгілі. Осы деректер соттан тыс банкроттықты рәсімдеу кезінде анықталды. Вице-министрдің өтініштері кері қайтарылуы қалыпты жағдай екенін және бұл көрсеткіш 70%-ды құрағанын айтты. Тиісті заңды әзірлеу кезінде халықаралық тәжірибе, соның ішінде батыс еліндегі талаптар зерттелген. Атап айтқанда, бастапқы адамдардың банкроты туралы өтініші қабылданбаса, 3 айдан кейін азаматтар қайта өтініш беруге құқылы. Процесс жүріп жатыр. 2 ай 50 мыңға жуық өтініш келіп түсті. Менің ойымша, бұл өте жақсы көрсеткіш және қаржылық жағдайға жақсарту үшін жақсы мүмкіндік беріп отыр, деді Ержан Біржанов. Еске сала кетейік, биыл 3 наурыз күні елімізде банкроттыққа өтініш қабылдау басталды. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз. Сау саламат болыңыз.